Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай етсіз котлет дайындайтын боламыз. Үйіңізде ет болмай қалған жағдайда жақындарыңызды осындай дәмді аспен қуантсаңыздар болады. Ең алдымен біз картоп пен қарақұмықты, яғни гречкамызды суға пісіріп аламыз. Мен картоп тез пісу үшін осылай ұсақтап турап аламын. Содан кейін су құямын. Бізге керекті заттардың барлығын мен описание бөліміне жазып қалдырамын. Біздің котлетіміз негізі осы екі заттан тұрады. Гречкамыз бен картопымыз жақсылап піскеннен кейін картопты осылай миксермен миксерлеп аламыз. Содан кейін гречкамызды картоптың үстіне шетінен қосамыз. Екеуін жақсылап араластырамыз, біркелкі масса болғанша. Содан кейін бір жұмыртқамызды қосамыз. Үстіне дәміне қарай тұз, бұрышымызды қосамыз. Бірақ мен балаларға арнағандықтан мен бұрыш қосқан жоқпын. Енді барлық заттарымызды жақсылап араластырып аламыз. Енді келесі кезекте котлетімізді қуыратын майымызды дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға сұйық майымызды құйып, астына от жағамыз. Майымызды қатты қыздырамыз. Котлетімізді жасауға кірісеміз. Мен панировочный сухарикті пайдаландым. Сіздер ұн пайдалана берсеңіздер де болады. Осылай барлық котлетімізді жасап шығамыз. Содан кейін майға қуырамыз. Бір ескеретін жағдай, котлетті жасаған кезде жұқарақ етіп жасаймыз және майға қаттырақ қызартып қуырып аламыз. Сол кезде қытырлақ және дәмді болып шығады. Егер сіз менің каналыма тіркелмесеңіз, тіркеліп қойыңыз, жанындағы қоңырауша белгішесін басып қойыңыз. Мен дайын болған котлеттерімізді қағаз сүлгі жайып, соның үстіне орналастырдым. Қағаз сүлгі котлеттің артық майларының барлығын өзіне сіңіріп алады. Осымен біздің котлеттеріміз дайын болды. Біз бұл жерде ешқандай буға пісіріп алмаймыз. Себебі өздеріңіз видеода көргендей, біз картоп пен гречкамызды алдын ала пісіріп қойғанбыз. Сіздер де дәл осылай жасап көрсеңіздер болады, өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Егер видео сіздерге ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.